Бүгін 16 маусым 2021 жыл. Біз Жамбыл облысы Байзақ ауданында тұрмыз. Мынау Алина Алма деген алма шаруа қожалығы. Бүгін біз бас компаниясының десиканты болып табылатын баста өнімін алма бауында қолданып жатырмыз. Бұл алма бауындағы үлкен мәселелердің бірі арам шөптер. Өйткені оның анау көшеттердің алманың түптерінде өскендіктен оларға көптеген гербицидтермен жұмыс істеу ауырлау болады, глифосаттармен. Сол үшін біз бас компаниясы жақсы өнімі бар. Бас деген соны көшеттердің түбіндегі арам шөптерді жақсылап күресе алады, жақсылап жоя алады. Сол үшін біз бүгін өңдеуіміз бастадық. Гектарына 3 литрден жұмыс сұйықтығы 400 литр гектарына. Өйткені бұл жанаспалы, яғни контактный гербицид болып табылады. Нәтижесін бір 3-4 күннен кейін көре бастайтын боламыз. Арам шөптердің сарғаюынан, хлороз пайда болуларынан. Бұл біздің бұл жерде жасалып жатқан екінші өңдеуіміз баста гербицидімен, десикантымен, яғни. Тағы да алдағы уақытта бұл бақта біздің строби деген фунгицидіміз өңдеулер болады, және де белис деген фунгицидпен өңдеуіміз жалғастыратын боламыз. Алдағы уақытта ол видеолармен де бөлісетін боламыз.